Ыстық сусындар көңіл күйді жадыратып қана қоймай, бой сергітеді. Әдетте сусын ішудің өз рәсімі бар, ал оны дайындау құпиясы көпшілікке беймәлім болуы мүмкін. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз кофе ұсыну мен ішудің әдебі туралы баяндаймыз. Қонақтарыңызды кофе ішуге шақырмас бұрын бұл күндізгі қабылдау түріне жататын ескеріңіз, және ол уақытты кешкі 17:00 мен 19:00 аралығына жоспарлаңыз. Сусынды қайнатылған құтысының өзінен құйып беріңіз, болмаса фарфор шәйнекке ауыстырсаңыз да болады. Эспрессоны шағын шыныға құйыңыз, шыныны 3-тен 2 бөлігіне дейін ғана толтырыңыз. Қажет болса, мейманыңыз үстіне кілегей қоса алатын болады. Дайын кофе көлемі 200 мл-ден аз емес шай кеселеріне құйылады. Ішіне сусыны бар шайнекті әдетте дәл ортаға сулықтың үстіне қояды. Дастарханға сондай қораптағы шоколад, кәмпиттер мен минералды су және сусындарды қоюға рұқсат. Мына бір ерекшелікті есте ұстаңыз. Егер кофе сүтсіз болса, онда шыныны тәрелкесімен бірге алады және оны сол қолда ұстайды. Ал егер сүт қосылған болса, онда тәрелке үстел үстінде қалады. Банкеттерде әдетте кофені десерттен кейін береді. Кейде қонақтарға басқа залға өтуді ұсынады. Бірақ көбіне жекелеген кофе үстелдерін сол бөлменің ішіне ұйымдастырып жатады. Егер ондай үстелдер болмаса, сусынды жалпы дастарханға бұған дейін берілген тағамдар мен ыдыстар жиыстырылғаннан кейін ғана әкеледі. Кофе құйылған кесенің тұтқышын солға қаратып тәрелкенің үстіне қояды, ал оң жағына қасық қойылады. Үстелге ыстық сүт, қаймақ пен қант қоюды ұмытпаңыз. Рафинат қант болса тіптен жақсы, себебі қажетті мөлшерді тез анықтай аласыз. Оған шағындау қысқышты қоса берген дұрыс. Көбіне меймандардың өзінің сұрауымен үстелге күл салғыш, шылым мен сіреңкелер де қойылады. К примеру, в Швейцарии и Бельгии к чашечке ароматного кофе подают кусочек горького. Мәселен, Бельгия мен Швейцария елдерінде кофемен бірге қара шоколад беріледі. Араб елдерінде бір стакан су, тәттілер мен жемістер қойылады. Тәрелкеге інжір, кептірілген өрік пен мейіз салынуы мүмкін. Ал біз болсақ, кішігірім бутерброд, маффин немесе кекс береміз. Мы подаем небольшие бутербродики, маффины, кекс. Фраппе деп аталатын салқын кофе сусыны эспрессо және сүт қосып дайындалады. Барлық компоненттерді суық күйінде, шейкерде немесе миксерде шайқап алу қажет. Көбіне оған негізгі ингредиент ретінде балмұздақ қосылады. Латтені әдетте үлкен стақанға құяды және түтікше арқылы араластырмай ішеді. Стақан мөлдір ыдыстан болса, сусынның қабаттарын сыртынан көріп, ұсыну мәнерін бағалауға болады. Кофе эспрессо считается традиционным напитком, кофеин достаточно крепким, но это ошибочное мнение, он считается наиболее самощадящий для желудка. Эспрессо кофенің ең қою түрі болып саналады. Бірақ бұл пікір шындыққа аласпайды. Керісінше эспрессо асқазан мен жүрекке аз зақым келтіреді. Өйткені оны әзірлеген кезде кофеиннің басым бөлігі жоғалады. Эспрессо көлемі 30-35 мл құрайтын кішігірім стаканға құйылады. Сонымен қатар ирландиялық кофе деген бар. Оның құрамында құрақ қанты бар. Кофенің глэссе деген тағы бір түрі бар. Оны балмұздақпен ішкен жөн. Очень хороший кофейный напиток, который подается с мороженым. Кофе дәмдеуіштері ретінде ұнтақталған зімбір, даршын, қалампыр, жұпар жаңғақ пен ваниль пайдаланылады. Кофе сусынын ерекше дәмдеп ішетіндер шынысына аздап кардамон, хош иісті бұрыш пен зире қосып жатады. Оған қоса тұз қосатын да рецептер бар. Сам я очень люблю кофе с цитрусовой цедрой. Мен өзім цитрус қабығы қосылған кофені ұнатамын. Ол үшін апельсин қабығы үгітіп қантпен араластырамыз. Бұл кофені негізден Америка және Скандинав елдерінің тұрғындары ішеді. Оған қосымша цитрус ликерінде қосуға болады. Можно использовать его с ликерами цитрусовыми. Кофені араластырған қасықпен қант салмаңыз, оны кесенің ішіне салып қойғанда дұрыс емес. Әдетте шыныны оң қолмен алады, оның үстіне тұтқышына саусақтарды сұқпайды. Кофеге печенье немесе май жағылған нан тілімін салу дұрыс емес. Әлемде кофені күн сайын тұтынады. Сарайыңды ашып сергітетін сусынды дәмдеп қайнатып, әдемлеп ұсынған артықтық етпейді. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.